Сәлем YouTube арнамның оқырмандары, бүгін сіздерге үйрек еті және мор саңырауқұлағы қосылған өте тойымды әрі дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ал енді жасалу жолына келетін болсақ, үйректің төс етін өзіміздің қалауымызша турап аламыз. Содан кейін пиязды жартылай кольца түрінде тураймыз. Келесі кезекте үйрек етін табада ешқандай май қоспай қуырып аламыз. Еттің өзінің сөлі шыққаннан кейін үстіне өсімдік майын және де пиязды қосып, ары қарай жақсылап қуырамыз. Осы салатты жасалу жолының бір фрагменті видеоға түспей қалғандықтан, мен сіздерге ауызша атап өтейін. Яғни осы етті қуырмас бұрын, яғни 1 сағат бұрын мор саңырауқұлағын суық суда бұқтырып аламыз. Яғни оның көлемі осы видеода көрсетілгендей 2-3 есеге өсуі қажет, яғни бұғады. Ал енді салатты жасаудың келесі этапына көшсек, біздің етіміз қуырылғанша болгар бұрышын өзіміздің қалауынша турап аламыз. Мінекей, үйректің еті пиязбен жақсылап әбден қуырылғаннан кейін үстіне соя тұздығын құйып, тағы да 1 минут қуырамыз. Одан кейін үстіне дәміне қарай қара бұрыш және де тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне туралған болгар бұрышын салып, жақсылап араластырамыз, біраз уақытқа етпен бірге қуырып аламыз. Бірер минут уақытымыз өткеннен кейін үстіне алдын ала дайындап алынған мор саңырауқұлақтарын қосамыз да жақсылап араластырамыз. Осы жерде үлкенірек ыдысқа салып, үстіне Қытайдың кристаллики деп аталатын дәмдеуішін қосып, жақсылап араластырдым. Мінекей біздің мор саңырауқұлағы қосылған салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.